Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін пахлава пісіретін боламыз. Здравствуйте всем, друзья! Будем сегодня готовить вот такую пахлаву. Берем одно яйцо, пол чайной ложки соли, бір жұмыртқаны жарып, жарты шай қасық тұз салып, оны езіп аламыз венчигімізбен осылай. Бұның ішіне 200 миллиграмм суық судан бір ас қасық алма немесе лимон уксусынан сірке суын, 2 қасық сұйық майдан қосып араластырамыз. Добавляем в нашу смесь 200 мг холодной воды, 1 столовую ложку уксуса, 2 столовые ложки растительного масла и взбиваем. Берем просеянную муку 300 мг, чайную ложку разрыхлителя, все перемешиваем и добавляем в нашу жидкость. Перемешиваем венчиком, а потом домешиваем уже руками. Дайын сұйықтығымызға 300 грамм ұн мен 1 қасық қопсытқышымызды қосып, венчикпен осылай араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен осылай жақсылап қамырды елеп аламыз. Қамыр жабысып қалса, оған тағы да ұн қосып, осылай елеп аламыз. Қамырымыз бір тегіс, жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын болу керек. Тесто должно быть вот таким вот однородным, мягким. Если у вас мало муки и прилипает тесто, можно досыпать муки и замесить тесто до однородного состояния. Дали тесту отдохнуть, тесто постояло. Берем тесто, делим на 8 частей. У меня получилось 8 частей, 8 лепешечек. И все, каждую лепешечку раскатываем крахмалом. Ал 8 бөлікке бөліп аламыз қамырымызды. Оны әрқайсысын жұқалап, крахмалдап жаямыз. Крахмалды жақсылап сеуіп, жұқартып, қамырларымызды жайып, қамырымыз жұп-жұқа болу керек. Раскатываем каждое тесто, посыпая крахмалом. Муку не используем. Раскатываем тонко-тонко, чтобы тесто было прозрачное, чтобы были видны руки. Прям берем, смотрим вот так вот, прозрачное. Можно растянуть еще руками, чтобы оно было тоненькое, чтобы оно не так сильно, чтобы сильно не порвалось. Вот так вот растягиваем, я растягиваю. Могут маленькие дырочки в некоторых местах порваться, ничего страшного. Вот оно такое у нас эластичное, прозрачное тесто. Берем растопленное сливочное масло, смазываем каждый наш кружочек и посыпаем тертыми грецкими орешками. Я их протерла через терку. Грецкие орехи очень мягкие, поэтому я всегда беру грецкие орешки. А для посыпки, для красоты можете взять фисташковые орешки. На усмотрение, можете и грецкие орешки. Берем вот такую вот тоненькую палочку и закатываем такие вот рулетики. Потом все складываем. Чем тоньше оно, тем лучше. Лучше брать тоненькую палочку. Я потом брала и скалкой, но тоненькие получились намного лучше. Поэтому я советую брать вам тоненькую длинную палочку и наматывать на нее. Ал әрқайсы қамырымызға сары майымызды жағып шығып, түйе жаңғақты теркіленген өткізіп қойғам дайындап, соны сеуіп шығып, жұқа таяқшамен алып орап, әрқайсысын тарелкемізге әдемілеп саламыз. Менде арнайы тарелкам бар өзі.
сол духовкаға арналған. Қамырымыз осындай жұп-жұқа болу керек. Жіңішке таяқшамен алып шыққан дұрыс. Жіңішке алған сайын ол дәмдірек, жұмсақырақ, күшті болып шығады. Скалкамен қалыңдау қылып алғаным онша болмады. Жіңішке таяқшамен алуға мен сіздерге ұсынамын. Өте дәмді, қышырлақ, жұп-жұмсақ, тамаша болып шықты. Бәрін дайындап алып, тарелкемізге салып, духовкаға пісіріп аламыз қып-қызыл болғанша. Температурасын 180 градусқа қоямыз. Ал минутасын әрқайсымыздың духовкамыздан қарап отырмыз. Қызарып піскен кезде осылай үстін майлап, поливаем обильно оставшимся сливочным маслом. Прям смазываем, прям обильно поливаем. Отправляем в духовку при температуре 180 градусов. Минуты смотрим в каждой духовке по-разному. Выпекаем, чтобы оно было красное, золотисто-хрустящего цвета. Вот, наша пахлава готова. Получилась прям такая ароматная, хрустящая, прям шипит. Красота. Готовый сироп наш, 150 мг воды на 150 мг сахара, уже остыл, и мы им поливаем. В сироп с сахаром и воды обязательно добавляем дольку лимона. Можно 2, если у вас много лимона. Прям как вытаскиваем горячий, прям тут же поливаем. И оно шипит и хорошо пропитывается. Вот и все, пахлава наша готова. Приятного аппетита. До встречи в следующем видео. Пока-пока. Ал пахлавамыз дайын болды. Ыстық шыққан духовкадан пахлаваға суып тұрған сиропымызды 150 грамм қантпен 150 грамм сумен 1 долька лимонмен қайнатып қойған суып тұрған сиропымызды құйып ыстық пахлаваға үстіне жаңғағымызды сеуіп шығып қалған. Осындай дәмді, тамаша, құтшырлап тұрған күшті пахлава болды. Ал сау болыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.